Қалай жағдайың жақсы ма? Жағдайың жақсы ма, апа? Жақсы қарап отыр ма? Полициядамыз ғой біз өткенде. Осы жерге келіп орап отырған. Сол жағдайларыңыз біліп кетейін деп келіп отырмыз. Рахмет. Рахмет. Жаңағы нәски адамдар келді, сабын әкелді, шампун әкелді сіздерге. Айналайын жамбағам. Ладың ау сен жаман. Ауырған жоқ па бір жерің. Сен аман бол жамбағам. Қоғамдарға нәски апарып беріңізші деген еді. Мына екеумізге мына шампун сабындарын кешелерін жұмыс сайын соңғыда пайдаланды. Жарай ма? Көмек орталығына келдік. Апаңның жағдайын білдік. Апаң жағдайы жақсы. Зәкір ағамыз екеуміз қазір ona келіп тұрық. Бұл жерге 4 күн сайын бір қапын қауызып қалып жатыр екен. Сондықтан осы жерге спонсор керек дейді. Онда полиция қызметкерлеріне де рахмет. Келіп жағдайын білді. Ассалаумағалейкум. Қазір біз неке сарайындамыз. Өткенде апамның документін дайындап жатыр. Баласы. Қазір мына жерден шығып, үйге барамыз. Миграционный полицияға барамыз. Өйткені мына жерде болсын неге қағаз керек болады. Соны алып жатырмыз. Қазір жауап борышын миграционный полицияға барып, ары қарай құжаттарын алып, әрекет жасаймыз. Құжатын алып болғаннан кейін пенсияға шығару мәселесі. Пенсияға шығару және де ары қарай бәрін алып береді. Ол деген ол кісіні көрмейді. Қазір миграционияға барған кезде полицияларда белсене жұмыс жасап көмектесіп берсе рахмет.